балмұздақтармен мен әлі түсірген жоқпын. Мына жерде Snickers, Twix, KitKat, Oreo, Bounty, M&M's'дің 4 түрлі балмұздақтары. Қазір осыларды жеп көреміз. Сіздерге видео ұнайды деген үміттемін. Және де бірінші мынадан бастайық. Snickers White молочное мороженое дейді. Бұндайды мен бірінші рет жеп көрейін деп тұрмын. Шамалы осылай қояйын. Тым қытырлап жатса, несі шықырлап кешірім сұрайын. Түрі мынадай екен. Ақ. Өте дәмді. Достар, мен бірден айта кетейін, я. Мен нан барлығын тауысып жей алмаймын. Мен тәттіні жақсы көрем, бірақ ондай енді қатты емес. Ішінде тәндер бар, карамель, сосын мына мороженое. Сондықтан да мен мороженалардың барлығын тауысып жемей қояйын, жарайды. Ренжімерсіздер деген үміттемін, және мені түсінесіздер деп. Келесі Bounty'ді көреміз. Қалай дұрыс көрсеттім ба? Bounty. Түрі мынадай. Кокос. Маған жалпы Bounty ұнайды. Шоколады да, балмұздағы да. Оны айтып тұрғаным себебі, білмеймін неге екен. Көбісі Bounty'ді онша қатты жақсы көре бермейді. Келесі Twix'ті көреміз ба? Лап қалса. Twix'тің да шоколады маған ұнайды. Сіздердің сүйікті балмұздақтарыңыз қандай? Шамалы микрофоннан алыстатып отырмын, шықырлаған, бірақ бәрібір де шығатын шығар қатты дауыс. Кешіріңіз. Қара, ішінде мынандай домалақ печеньелер бар. Сосын карамель.
Қайсысыны көрейік? Мен шын айтсам су алудым кетіппін. Қазір мен шын айтсам, қазір қызым ұйықтап жатыр да. Сосын ойлағаным тез видео түсіріп тастайын деп. Әйтпесе арасы ұзап кетеді видеолардың. Көбісі өйткені комментарийде жазған ұзақ арасын ұзақ қылмай тез видео шығарып тұрыңызшы деп, сізді сағынамыз деп. Маған ол өте мен қуанамын, шын айтсам, ондай комментарийлерге, сіздердің мені солай күтіп жүргендеріңізге. Мен тырысам енді, қалай болса да осылай жиі түсіріп тұруға, бірақ енді кейде болмай қалады. Келесі снигерс тағы да. Бұл снигерс крисп. Мынадай екен түрі. Бұнда ішінде дәм бар, карамель, мороженое. Сосын мынау воздушный рис дейді, ау деймін осыны атын. Мен қазір мукбангты жалғастырамын. Өйткені алдындағы мукбанг жартысы дауысы жазылмай қалыпты видеонда. Білмеймін неге екен. Енді қазір үміттенемін, микрофон мен дауысын барлығын дұрыстап жазады деп. Мен алдында мынау сникерс криспті жеп отырғанда микрофон істемей қалған. Сондықтан қазір осыны бөлім қалды. Мынаны көреміз. M&M's. Шоколадты балмұздағы. Ішіне де шоколад.
жерде тағы карамельді M&M's. Осыны көрейік. Мынаның түрі шамалы. Мынандай сынып қалыпты. Еріген ау деймін. İçinde karamel var. Келесіні көрейік. Мен сіздерді ренжімейді деген үміттемін. Мороженыйлардың барлығын тауыспай жеп жатқаныма. Өйткені ала салайын. Шынымен тым көп. Барлығын тауысып жей алмаймын, және уақытта ұзақ қалады егер барлығын жеп отырса. Мен көрсетпедім ба? Арео келесі. Печенье Арео сияқты. Қатты шықырлаған дауыстарға кешірім сұраймын. Түрі мынадай қара. Сырты печенье. Жалпы осымен аяқтайтын шығармыз енді. Мен кешірім сұраймын, видео шамалы қалай айтса болады, бір қалыпты болған жоқ. Өйткені бірінші түсірген видеом жартысында дауысым болмай қалды. Мүлдем аудио жоқ, жазбаған. Сондықтан да оның басын алдым, жазылған 7 минутын. Және де қалған жартысын қазір түсіріп отырмын. Қалған балмұздақтармен әйтеуір жақсы болды. Күйеуім екеуден алған бүгін балмұздақтарды. Сондықтан да енді сылай. Қазір видеоның соңында мынаны тауысып тастайын деп едім. Жаңағы Snickers Crisp. Маған ұнады осы, шын айтсам. Алдымдағы жеген мынау Арео. Шын айтсам, онша емес. Сосын мынаның шамал дауысы жағымды шығатын сияқты ма, шамал қытырлап.
өзім қатты көңілім түсіп кетті. Шын айтсам, видеоның барлығын 17 минут түсіргенмін. Отырып, балмұздақтарды жеп, бәрін тамын көріп, сөйтіп отырып, кейін видеоны қарай бастасам, 7 минут жақсы болды барлығы. Содан кейін мүлдем видео бар, видео жүріп жатыр, ал дауыс мүлдем жоқ. Мен өте қатты көңілім түсіп, енді не болса да осы видео сіздерге ұнайды деген үміттемін. Және де барлықтарыңызға рахмет, сіздердің жағымды комментарийлеріңізге, маған жазылып тіркеліп жатқандарыңызға. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көрем, барлықтарыңызды құшақтадым, беттеріңізден